Құрметті қала тұрғындары және оқырмандар, 12 наурыз күні Қазақ радиосының 100 жылдығы аясында Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі орталықтандырылған кітапханалар жүйесі коммуналдық мемлекеттік мекемесі Кітап қала радиоканалын ашады. Мақсаты кітап оқуды арттыру, кітапханалардың деңгейін көтеру, өткізілетін іс-шаралармен таныстыру. Радиоканалдың ашылуына шақырылған қонақтар Қазақ радиосының ардагері Күләш Молдахметова, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының Нұр-Сұлтан қаласы филиалы төрағасы, ақын, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Дәулеткерей Кәбұлы, Астана радиосы директоры Танашева Сымбат Талғатқызы. Кітап қала радиосы сіздердің сүйікті радиоларыңыз болсын. Радио хабарларды Ғаламтордағы Кітап қала YouTube арнасынан тыңдай аласыздар.